Облыстық ішкі істер департаментінде жаңа басшылар таныстырылды. Жергілікті полиция қызметінің бастығы болып полиция полковнигі Қанат Айтбаев тағайындалды. 2016 жылғы қаңтардың 1-нен бастап жергілікті полиция қызметі өз жұмысын бастады. Жергілікті полицияның бастығын жеке құрамға ішкі істер департаменті бастығының бірінші орынбасары полиция полковнигі Думантаев таныстырды. 44 жастағы Қанат Айтбаев ішкі істер органдарында 1992 жылдан бастап жұмыс істеуде. Көп жылдар қатарынан басшы лауазымда қызмет атқарған. Аудандық бөлімдерге облыстық криминалдық полиция басқармасына жетекшілік етті. 2 жыл Петропавл қаласы ішкі істер басқармасын басқарған. Оның жұмыс тәжірибесі мен ұйымдастырушылық қабілеттері ескеріліп, жергілікті полиция қызметі бастығының лауазымына тағайындалды. 2013 жылдың желтоқсан айынан бастап 2015 жылдың наурыз айына дейін ішкі істер департаментіндегі ірі бөлім Петропавл қаласының ішкі істер басқармасын басқарды. Соңғы атқарған лауазымы Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның ішкі істер бөлімінің бастығы. Сондай-ақ жиында жергілікті полиция қызметінің басшылығы өз жұмысы туралы тұрғындармен мәслихат алдында есеп беретіні еске салынды. Дәл осы күні жеке құрамға Солтүстік Қазақстан облысы мамандандырылған күзет қызметі басқармасының бастығы таныстырылды. Бұл бөлімнің қызметкерлері өңіріміздегі ерекше маңызға ие мемлекеттік объектілерді тәулік бойы күзетеді. Басқарманың жаңа бастығы болып полиция полковнигі Қайрат Таңатханов тағайындалды. Қайрат Таңатханов тәжірибелі офицер, мамандандырылған күзет қызметі бөліністерінде 27 жылдық жалпы еңбек өтілі бар. Жиын соңында ішкі істер департаментінің басшылығы жаңадан тағайындалған басшыларға жемісті еңбек пен жетістіктерге толы қызмет тіледі.